Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, оқушылар. Бүгін біз сіздермен ерекше тақырыпта видео түсіріп жатырмыз. Бұл бізде көркем сөздерді, теңеулерді жасырынған ребустар. Енді бұны шешіп көрейік, қалай ойлайсыздар? Бұл қандай сөз? Біріншісі сода. Соданың алғашқы екі әрпін алып тастайды, көріп тұрсыздар. Екіншісі радио. Радиодан дионы алып тастаймыз, сонда дара деген сөз шықты. Одан кейін бор. Бордың соңғы екі әрпін алып тастаймыз, сонда дарап және өзен. Өзеннің алғашқы ө әрпін және өзен дегендегі е әріптерін, ген деген екі соңғы әрпін алып тастаймыз. Сол кезде өзеннен з қалды, бордан бо қалды. Сол кезде дарабоз деген сөз шықты. Қараңыздар. Дарабоз. Бұны біз әдебиет сабағында жасасақ өте ыңғайлы. Бұны балалар дарабоз деген не екенін білмейді. Осы сөзді тапқаннан кейін оған анықтама береді. Дарабоз дегеніміз бізде елден ерек озып шыққан деген мағынаны білдіреді. Олар осы ребусты шешу арқылы естерінде қалатын болады бұл сөздер. Келесі зебра, роза. Розаның енді қазақшасы раушан. Зер, доп, дығалды және елік. Елік дегенде кін алып тастаймыз. Сол кезде зерделі деген сөз шықты. Ал зерделі деген сөзді оқушылар біле ме? Әрине көп ести бермейді, сондықтан бұл сөзде оларға өте жаңашыл сөз болып саналады. Апай, зерделі деген не деген кезде оларға телефондарынан өздері іздейді. Зерделі бізде ақылды, есті, саналы деген мағынаны білдіреді. Міне осылай екінші сөз естерінде қалады және үшінші сөз ай және лашындағы ны ғана алып тастаймыз және лақ дегендегі ақ сөздер алынып қалады. Сол кезде айлашыл деген сөз шығады. Айлашыл деген бізде қандай мағынаны білдіреді? Айлашыл тәсіл қой, айлакер деген мағынаны білдіреді. Байқап қарасаңыздар, бұл сөздердің барлығы бұрынғы заманның батырларына тән қасиет болып саналады. Және төртінші қыран. Қыранның соңғы ны әріп алынады және сағыз дегендегі са және з әріптер түсіп қалады. Сол кезде қырағы деген сөз шығады. Қырағы деген бізде көреген, тез байқағыш деген мағынаны білдіреді. Және тағы да бізде осындай ребустар бар. Ол мөр және ашық және бізде соңғысы тымақ, машықты деген сөз шығады. Сонда қараңыздар, машықты деген бір іске машықтанып қалған адам. Байқағанымыздай бұл сөздерді сіздер оқушыларға жасыру арқылы ең әуелі оқушылардың ойларын, миларын тынықтырасыздар, миларын шынықтырасыздар. Сонымен қатар оқушылардың сабаққа деген белсенділігі артып, жаңашыл осындай ребустарды шешу арқылы олардың есінде, жаңа сөздер есінде жақсы сақталады. Жаңа сөздерді қалай тез меңгертуге болатындығын осылай айтып жатырмыз. Сіздер басқа да тақырыпқа байланысты кез келген сабақта осындай ребустарды өзіңіздің педагогикалық шеберлігіңізге байланысты қолдана аласыздар. Видео сіздерге ұнады ма? Егер ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басып, ұнамаған жерлер немесе айтатын ұсыныстарыңыз болса, оны да комментарийда қалдырып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.